оқушылар, бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз күш моменті. Ендеше ең алдымен күш моменті не деген сұраққа жауап берейік. Күш моменті дегеніміз дененің айналмалы қозғалысына әсер ететін күштің нәтижесін айтамыз. Бұл күштің әсерінен дене айналмалы қозғалысқа немесе бұрылуға қабілетті болады. Күш моменті көбінесе айналысу өсіне қатысты күштің бағыты мен қашықтығына байланысты. Енді оқушылар, күш моментінің формуласына келетін болсақ, күш моментінің формуласы көріп тұрғаныңыздай М тең FR синус Т-да, немесе синус альфа, синус бета. Бұл жерде біз М дегеніміз ол күш моменті, F күш, R күштің әрекет ету нүктесінен айналу өсіне дейінгі қашықтықты айтады. Ал Т дегеніміз күштің әсер ету сызығы мен айналу өсі арасындағы бұрышты айтады. Егер күш сызығы өске перпендикуляр болса, онда синус Т бір синус Т болып бірге тең болады. Сол кезде формула М тең FR деп жазылады. Оқушылар, ендеше біз күш моментінің өлшем бірлігіне, яғни бірлігіне тоқтала кетейік. Күш моментінің өлшем бірлігі ньютон көбейтілген метр. Бұл қайдан шыққан өлшем бірлік десеңіздер, жалпы біз жаңа айтып кеттік, күш моментінің формуласы FR синус альфа, синус Т-да деп те айттық. Яғни бұл формуланы біз F көбейтілген L деп те ала аламыз. Енді қарасақ балалар, F-тің өлшем бірлігі бізде ньютон болса, L-дікі метр. Екеуінің көбейтіндісі бізге күш моменті беретін болғандықтан, біз оны ньютон көбейтілген метр деп аламыз. Ендеше балалар, күш моментінің қасиеттеріне тоқтала кетсек, ең алдымен оның айналу бағытты қасиетіне тоқталсақ, күш моменті сағат тілімен немесе сағат тіліне қарсы бағытта болуы мүмкін. Келесі бізде ол өлшем бірлігі. Өлшем бірлігі жаңа айта кеткенде ньютон көбейтілген метр. Келесі бізде үшінші пропорционалдық. Күш моменті күштің және қашықтықтың көбейтіндісіне пропорционал болады. Келесі төртінші соңғы қасиеттері ол қашықтыққа тәуелділік. Күштің әрекет ету нүктесінен айналу өсіне дейінгі қашықтық үлкен болған сайын күш моменті де үлкен болады. Ал оқушылар, күш моментіне мысалдар қарастырсақ, бұл жерде бізде екі мысал бар. Соның бірінші есік тұтқасына тоқтала кетейік. Есік тұтқасы дегеніміз, егер сіз есіктің тұтқасын итерсеңіз, күш моменті есіктің айналуына келеді. Тұтқаның ұшы мен есіктің айналу өсі арасында қашықтық үлкен болған сайын есікті ашу да оңай болады. Ендеше оқушылар, күш моментінің қолданылуы жайлы айта кететін болса, яғни күш моменті қай жерде, қай салада қолданылады. Күш моменті ең алдымен механикада, күш моменті айнымалы қозғалыс үшін қажет. Мысалға, велосипед дөңгелегінің есіктің тұтқасын айналдыру. Жиі қолданатын мысалдар, мысалға, жұмыс кілттері, яғни құрал-саймандар, ауыр заттарды көтергенде, кран мен құрылыс техникасында, құрылыс инженериясында, ғимараттар мен көпірлерді құрылымдық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін қолданылады. Қорыта келе, күш моменті дегеніміз дененің айнымалы қозғалысына әсер ететін негізгі физикалық шама болып табылады. Оның мәні күштің мөлшеріне, әрекет ету нүктесінің қашықтығына және күштің бағытына байланысты болады. Күш моментін есептеу көптеген инженерлік және физикалық есептерді шешуде маңызды рөл атқарады.